Ескелді ауданы Титов атындағы орта мектеп математика пәнінің мұғалімі Айтибаева Алия Қозайырқызы. Қашықтықтан оқытуда мұғалім мен оқушы арасындағы кері байланыс. Ол үшін Google Classroom сайтына кіремін. Онда сынып оқушылары тіркелген. Оқушыларға тапсырма берілген. Осы жерден қарай отырып, мен бір оқушының маған жазған комментарийін көремін. Апай, тапсырманы орындадым, барлығы түсінікті болды. Енді осы программамен жұмыс істейміз ба? Яғни, мен жауап жазам. Жақсы. Есептер шығару барысында қиын болған сұрақ бар ма? Оқушыға жіберемін. Осылай мұғалім мен оқушы арасында кері байланыс орнатуға болады.